Сәлеметсіздер ме? Бірге үйрен арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге NCLR бағдарламасын дұрыс орнатуды үйренеміз. Ол үшін пускқа барып, панель управление деп жазып, сол батырмаға кіреміз. Бізде осындай бет ашылады және установка программы немесе программы и компоненты деген тауып аламыз. Менде қазір міне программы и компоненты деп тұр, осыған басамын. Бізде ноутбукта, компьютерімізде толық орнатылған бағдарламалар, қосымшалардың тізімін көрсетеді. Осы жерде NCLR бағдарламасын тауып алып, удалить етеміз. Бір жолатаға ноутбуктан кетіріп тастаймыз. Жаңасын орнататын боламыз. Енді официальный сайтқа барамыз. Ол үшін Google-ға pki.gov.kz деп дәл жоғарыдағыдай жазамыз. Сіздерде осындай бет ашылады және осындай 3 круг шығады. Читать, скачать, войти деген. Скачать деген басамыз, яғни жүктеу деген. Сонымен төменге түсеміз. Төменге қарай түсеміз. Бізге осындай ұсыныстарын көрсетеді. Қайсысын таңдарымызды білмейтін болсаңыздар, этот компьютер немесе мой компьютерге барасыздар. Экранға барып, мышканың оң жағын басып, свойства дегенге кіресіздер. Дәл сол жерден сіздердің компьютердің тип система деген жерде неше бит екенін көрсетіп тұрады. Менде 64 бит деп тұр. Демек мен 64 бит дегенді таңдап жүктейтін боламын. Қайта сайтқа барамыз. Міне екінші NCLR для Windows 64 бит дегенді таңдаймын. Осыны басып жүктеймін. Төменде жүктеліп жатыр. Осы жерге басып открыть десеңіз болады. Немесе оң жақта жоғарыда мына батырмалардың астында 3 нүкте тұр міне. Соны басып загрузки бөлімін бассаңыздар, сіздерде жүктелген файл ашады. Үстінен басып ашасыздар және осындай бет пайда болады. Қазір ашылсын. Міне далее дейсіз, болды, установка болады. Содан кейін төменде оң жағында батырмалардың арасынан NCLR-дің логотипін тауып, управление модулями дегенді басасыз. Осы жерден менде да дегендерге мен алдында белгі қойып, белгілеп алғамын. Енді сіз міндетті түрде модуль из SF дегенге қою керексіздер. Себебі электронды подпись қою үшін міндетті түрде белгі қойып сақтауыңыз керек. Асықпай астына қарап түсіп, керегін белгілеп установить модуль дейсіздер. Ақпаратым пайдалы болса, бірге үйрен арнасына тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай белгілейсіздер, установить модуль дейсіздер. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.